11 сыныптың екінші бөліміндегі D элементтеріне қатысты С деңгейлі теория. Сонымен бізде титан берілген, оның конфигурациясы 3D2, 4S2. Титан қосылыстарында плюс 4 тотығу дәрежесін көрсетеді, бірақ кейде ол жерде 3-те көрсетеді, кейде 2-де тотығу дәрежесін көрсетеді. Бірақ бұл қосылыстар өте аз. Физикалық қасиетіне келсек, титанда барлық басқа да металдар сияқты жеңіл, күмістей ақ түсті металл. Бұның да қайнау температурасы өте жоғары, қайнау температурасы бізде 1668 градус Цельсий градусты құрайды екен. Титанның жемілуге қарсы төзімді қасиеті бар, яғни өте жоғары. Сондықтан білесіздер, машиналардың дөңгелектері болады. Сол жерде титановый диск деп айтамыз ғой. Вот сол жаңағы дискіміз бізде негізгі бөлігі хромнан тұрса да, бірақ оның сыртын титанмен қаптайды екен, яғни жалатады. Енді бұл қасиетінің оның бетінде қалыптасқан оксидтік берік қабаты қамтамасыз етеді. Сондықтан да ол бізде еш жерде шірімейді, титан дискіміз ұзақ уақыт сол жерде қызмет ете алады екен. Яғни ауада, теңіз суларында ешқашан тотықпайды екен. Енді қараңдар, осы жерде бір айтатын нәрсе бар, даже ол азот қышқылының сұйытылған және концентрлі ерітінділерінде де реакцияға түспейді, яғни ерімейді деген сөз. Бірақ химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, бұл бейметалдармен жоғары температурада реакцияға түседі. Яғни қалыпты жағдайда реакцияға түспейді. Мысалы, хлормен ол 3000 градуста реакцияға түсіп, титан хлоридін түседі. Келесі жоғары температура оттекпен әрекеттесіп, титанның оксидін түседі. Именно осы титанның оксиді бізде негіз көп жағдайда катализатор ретінде қолданылады. Қышқылдармен әрекеттесуінде, как обычный металдар сияқты, мысалы сұйытылған көмір қышқылмен әрекеттесіп, бұл жерде сульфат шығады және де сутек бөлінеді. Егер де дәл осы сабақ сізге ұнаған болса, онда досыңызға жіберіп қойыңыз және де лайк басыңыз.